Barşаңызға қайырлы күн достар, каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен Қаламқас. Бүгін сіздермен керемет, құнарлы, өте оңай, дәмді қайнатпа сорпаны жасайтын боламыз. Ол үшін видеоны соңына дейін көріңіздер, каналыма тіркеліп өтіңіздер. Алдымен сорпамызға кез келген еттің түрі жарайды. Мен осылай қойдың етін қолданамын, және де құйрық майды қолданамыз. Картоп, пияз, сәбіз, тұз, татымына қарай укроп, дәмдеушілер қосуға болады. Негізі қайнатпа сорпамызға осы құйрық майды қосқанымыз өте пайдалы. Бұл құйрық майдың пайдасы өте зор. Егер ұнатпайтын болсаңыздар, ірілеу қылып турап, қаттырақ қайнатсаңыздар, көбірек қайнатсаңыздар, құрамындағы пайдалы витаминдер шығады. Алдымен етімізді турап алып, етімізді осылай қазанымызға салдық, салқын суға. Мен етті бүтіндей салдым. Құйрық майымызды ірілеу тураймыз. Сорпамыз бір қайнап шыққаннан кейін осылай бетінде ақ көбіктер пайда болады. Осыларды жақсылап сүзіп аламыз. Тағы бір қайнап шыққаннан кейін тағы да көбік шығады. Тағы да осылай сүземіз. Көбігін жақсылап алсақ, әдемі болып шығады сорпамыз. Сорпамызға қосатын көкөністеріміз, яғни картопымызды, сәбіз, пиязымызды турап аламыз. Картопты осылай үлкендеу қылып тураймын. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша кез келген формада турауға болады. Сәбізді де солай үлкендеу қылып тураймын. Пиязымызды, картоп, сәбізімізді турап алдық. Мен укропты турамай, осылай бүтіндей саламын. Себебі балалар укроп қосқанды ұнатпайды. Сіздер де осылай бүтіндей салсаңыздар болады укропты. Енді қайнап жатқан сорпамызға осы тураған заттарымызды саламыз. Сорпамыз баяу отта қайнап жатыр. Үстіне пиязымызды саламыз. Картоп, сәбіздерімізді саламыз. Енді 1,5 сағатта баяу отта қайнататын боламыз. Сорпаларыңыз кішкене қызарғанын қаласаңыздар, осылай салаттың ішіндегі бір қызанақты салып жесеңіздер болады. Сонда сорпамыздың түсі әдемі болып шығады. Енді жақсылап қайнатамыз 1 сағаттай. Сорпамыз дайын болып қалды. Мінекей бабында қайнаған сорпа. Өте әдемі болып шыққан. Еттерімізді жұмсақ. Сүйегінен ажырап тұр еттеріміз. Енді ыдысымызға салып, дастарханымызға ұсынамыз. Ал мінекей ыдысымызға құйып, дастарханымызға ұсына берсек болады. Қайнатпа сорпамыз осылай шықты. Өте әдемі, керемет болып шыққан. Яғни бабында қайнап, баяу отта әдемі болып шыққан. Сіздерге аптасына 1 рет жасауға ұсынамын. Себебі қазіргі таңда күн суықта осы қайнатпа сорпаны ішіңіздер, ағзаңыздағы суықты шығарады. Яғни жеңіл, өте жеңіл тағам. Себебі құрамындағы заттардың барлығы қайнатылып жасалынатын болғандықтан, және де көп уақыт қайнайды. Сол үшін сорпамыз өте дәмді болады. Сіздер де жасап дастархандарыңызға ұсыныңыздар. Сіздермен болған Қаламқас. Видео ұнап жатса жанындағы Баршаңызға қайырлы күн, құрметті оқырмандарым. Каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен Қаламқас. Бүгін сіздермен кешкі асқа
дымляма тамағын жасаймыз. Өте оңай тамақ, маған осы тағам ұнайды. Видеоны соңына дейін көріңіздер, каналыма тіркеліп, лайк басып өтіңіздер. Дымлямаға қажетті заттар: мен қой етін қолдандым. Кез келген еттің түрі жарайды. Осындай картоп, сәбіз, пияз, қызанақ, осындай укроп и қырыққабат қажет. Және де татымына қарай тұз, бұрыш, осындай дәмдеуіштер қосамыз. Сәбізімізді барлығын осылай турап алдық. Енді қазанымызға май құйып, етімізді жақсылап қуырып аламыз. Мінекей, қазанымызда майымыз қызып қалыпты. Алдымен етімізді салып, кішкене қуырып аламыз. Кішкене қуырып алған соң, үстіне барлық көкөністерімізді салып, жайменге үстіне азырақ тұз сеуіп, дәмдеуіштерін салып, барлығын осылай салып шығамыз кетекпен. Үстіне картоплымызды саламыз. Картоплымызды салғаннан кейін үстіне жарты қасық тұз сеуіп жібереміз. Сонда дәмдірек болады. Ара-арасына тұз сеуіп саламыз. Енді үстіне қызанағымызды саламыз. Қалған картоп, сәбіздерімізді саламыз. Картоп, сәбіз, қызанақ, көкөністерімізді, дәмдеуіштеріміз барлығын салып алдық. Осылай. Енді ең үстіне капусталарымызды қойып шығамыз. Мінекей, капустамызды салып болдық. Үстіне суды осылай менікіндей қылып жасасаңыздар керемет шығады. Осылай 400 мл судың ішіне бір ас қасық тұз және де бір ас қасық томат салып, осылай үстінен құйсаңыздар керемет болып шығады. Енді 1-1,5 сағатқа орташа отта пісіріп аламыз. Тамағымыз дайын болды. Керемет болып шыққан. Қазір тарелкамызға салып, ыдысымызға салып, дастарханымызға ұсынамыз. Ал асымыз дайын болды. Дымлямамыз пісіп шықты. Жөп жұмсақ, бәрі керемет болып пісіп шыққан. Етіміз де жұмсақ мінекей. Сіздер де осы тағамды жасап, үйіңіздегі балаларыңызды, отбасыңызды қуантсаңыздар болады. Дәл осы рецептпен сіздер де жасап көріңіздер. Керемет болып шығады. Суының өзі әдемі болып шыққан мінекей. Сіздермен болған Қаламқас. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Каналыма тіркеліп, видеом ұнап жатса лайк басып, комментарий қалдырыңыз. Жанындағы қоңыраушаны басып қойыңыз, себебі менде күнделікті керемет оңай рецепттің түрлері шығады. Баршаңызға қайырлы күн достар. Каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен Қаламқас. Бүгін сіздермен бауыр қуыратын боламыз. Бауырды қалай жұмсақ қылып қуыру керегін көрсетемін. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Өте оңай, жылдам дайын болатын тағам. Алдымен бауырымызды, пиязымызды майдалап турап аламыз. Татымына қарай бұрыш және де тұз қосамыз. Алдымен бауырымызды майдалап турап аламыз. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша кез келген формада турауға болады. Бауырымызды майдалап турап алдық. Енді пияздарымызды турап аламыз. Бауырға пиязды көбірек қоссаңыздар, бауыр өте жұмсақ болып піседі. Сол үшін пиязын көбірек қылып қолданыңыздар. Енді пиязымызды майдалап турап аламыз. Тұрған табамызға алдымен пиязымызды салып аламыз.
Piyazı жақсылап қуырамыз. 5-6 минуттай қуырып алдық. Енді үстіне бауырымызды саламыз. Оттың асты қатты болмау керек, орташаға қойыңыздар. Себебі отымыздың асты қатты болса, бауырымыз қатты болып қалады. Тұз саламыз, кішкене қара бұрыш саламыз. Bir 5-10 minutтай қуырып аламыз бауырымызды. Бауырымызды 10-15 минут қуырып алдық. Енді баяу отта 20-25 минутта пісіріп аламыз, бетін жауып. Ал мінекей бауырымыз дайын болып шықты. Керемет сочный болып шыққан. Ешқандай су құйған жоқпын, өзінің суы шығып, жұмсақ болып пісіп шыққан. Сіздер де дәл осы әдіспен жасап, көп уақытыңызды алмайды, тойымды, өте дәмді тағам. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Сіздермен болған Қаламқас. Видео ұнап жатса лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Жанындағы қоңыраушаны басып қойыңыз, себебі менде күнделікті жаңа рецептер шығады. Баршаңызға қайырлы күн достар, каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен Қаламқас. Бүгін балық қуыратын боламыз. Балықтың қытырлап хрустящий болып шығуының құпиясын айтамын. Ол үшін видеоны соңына дейін көріңіздер. Біз бүгін сазан балығын қуырамыз. Алдын ала жақсылап жуып, тұздап қойдым. Соусына осылай бір жұмыртқа, яғни балықты қуыратын соустан дейміз. Бір жұмыртқа қажет. Егерде дәмдеуіштер қаласаңыздар, дәмдеуіш қосуға болады. Алдымен бір жұмыртқамыздың үстіне осылай жарты пиала су құямыз. Және де 3 ас қасық ұн саламыз. Толтырып осылай саламыз. Жақсылап араластырамыз. Ұнымыздың іртігі кеткенше жақсылап араластырып аламыз. Кішкене қоюлау болды, ішіне тағы да азырақ су құямыз. Массамыз дайын болды. Осындай сұйықтықта болу керек. Енді қызып тұрған майымызға балығымызды қуырып аламыз. Алдымен соусымызды үлкенде ұрыстап қоямыз. Себебі мен балықты батырғанда сыймайды. Осылай құрысқа құйып аламын. Енді балығымызды шетінен алып, осы соусымызға батырып қуырамыз. Ыдысымызға майымызды құйдық. Астын орташа отта қоямыз. Балығымыз кетпеу керек. Майымыз кішкене қыза бастады. Үстіне балығымызды салып қуырамыз. Балықтарымызды осылай екі бетін әдемі қызартып қуырып аламыз. Балығымыз дайын болды. Өте әдемі, қып-қызыл хрустящий болып шыққан. Сыртының өзі мінекей қытырлап тұр. Дәл осы рецептпен сіздер де балықтарыңызды қуырып, отбасыларыңызды қуантсаңыздар болады. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Сіздермен болған Қаламқас. Видео ұнап жатса лайк басып, комментарий қалдырып, жанындағы қоңыраушаны басып қойыңыз. Менде күнделікті жаңа рецептер шығады. Баршаңызға қайырлы күн достар. Сіздермен Қаламқас, каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен күнделікті үй жағдайында дайындалатын мәмпар сорпасының рецептімен бөлісемін. Яғни бұл сорпаның ең ерекшелігі оның
құрамына осындай кинза қосылады. Мен кептірілген кинзаны қолданып жатырмын. Яғни свежий кинзаны да қолдансаңыздар болады. Ең алдымен бұл сорпамызға қажет заттар: ет қажет, кез келген ет жарайды. Осындай картоп, сәбіз, сарымсақ, болгар бұрышы қажет, пияз, осындай аскөктер қолданамын. Мен дайын қамырды илеп алдым. Тұзбен суға илесер қамырын қаттығы илеу қажет. Енді етімізді турап аламыз. Майдалап турап шығамыз. Мінекей турап болдық етімізді. Енді қызып тұрған қазанымызға қуырып аламыз. Қызып тұрған қазанымызға алдымен етіміз бен пиязымызды саламыз. Етіміз бен пиязымызды қызарғанша қуырып аламыз. Мінекей етіміз бен пиязымызды қызарғанша қуырып алды. Şimdi kartop, sarı bарлық заттарымызды саламыз. Томат пастасын саламыз үстіне. Жақсылап қуырамыз, барлығын араластырып. Татымына қарай жарты шай қасық тұз қосып. Üstüne salkım su koydum. Kes güzel kaynağı suda koysunlar var. Ben 1 litre su koydum. Sorpamızda içine yetip pişkince жарты сағат қайнатып аламыз. Сорпамыз қайнап дайын болғанша қамырын жайып. Мен де үйде аз адам болғандықтан қамырымды кішкентай қылып иледім. Сіздер осы рецепті 2 есе ұлғайтып көбірек жасай беруіңізге болады. Қамырын қатты қылып жаймауымыз қажет. Орташа қалыңдықта жаюымыз керек. Жұқа қылып жайсақ қамырымыз езіліп кетеді сорпамызда. Мінекей осылай жайып шығамыз. Мінекей қамырымыз осындай қалыңдықта жайылу қажет. Жайып болдық. Осылай ұзыншалап кесіп шығамыз. Кубик қылып тураймыз қазір тағы да. Мінекей осылай кубик қылып турап шығамыз қамырымызды. Мінекей барлығын осылай турап шығамыз. Мінекей қамырларымызды осылай майдалап, 4 бұрыштап турап шықтық. Мінекей сорпамызды қайнап жатыр. Мен осылай қайнап жатқан кезде үстіне салам дәмдеуіштерді. Осылай укропты мен турамай осындай бүтіндей саламын. Үстіне 1 шай қасық кинзамызды саламыз. Осылай қайнап жатқанда салыңыздар кинзаны, сонда дәмі өте керемет шығады. Сорпаның дәмдеуі үшін қостым 1 шай қасық. Енді қамырымызды саламыз. Мінекей сорпамыз қайнап шықты, енді қамырларымызды саламыз. Мінекей қамырымыздың барын салып болды.
Енді қазанымыздың қақпағын жауып жарты сағатқа баяу отқа қоямыз. Мінекей достар, манпар сорпамыз дайын болды. Өте керемет, дәмді, тойымды кешкі асқа жасауға сіздерге кеңес берер едім. Өте керемет шыққан. Сіздермен болған Қаламқас. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Баршаңызға қайырлы күн достар. Каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен Қаламқас. Бүгін сіздерге өте ерекше, жылдам, тез дайын болатын Базар ханымның рецептімен бөлісемін. Алдымен бізге қажетті заттар: картоп, пияз, сұйық май, тамақ пастасы, қызанақ, татымына қарай тұз, бұрыш қолданамыз. Қамырымызды алдын ала мен иіліп дайындап алдым. Бұл рецепттің толық нұсқасын осы видеоның астында описание бөліміне қалдырамын. Алдымен қамырымызды жақсылап жайып аламыз. Қамырымызды оқтаудың көмегімен жаямыз. Алдымен қолымыздың жұдырығымен осылай шектерін басып қамырымызды өте жұқа қылып жайып алдық. Мінекей, енді салмасын дайындап аламыз. Үкіштен өткізілген картопымыздың үстіне майдалап тураған пиязымызды саламыз. Және де сұйық май құямыз. Татымына қарай тұз, қара бұрыш саламыз. Барлығын салып алдық. Жақсылап қолымыздың көмегімен араластырып аламыз. Мінекей, осылай араластырып аламыз. Майымызды жақсылап жайып алдық қамырының бетіне. Енді салмамызды салып шығамыз. Барлық жеріне біркелкі жайып, жақсылап ораймыз қамырымызды. Қамырымызды осылай орап қойдық. Кішкене 5 минуттай тұрады. Ол аралықта қазанымызға кішкене май құйып, соусын дайындаймыз. Қазанымызға кішкене май құйып аламыз. Себебі кішірек пиязымызды қуырып, соус жасау үшін. Майымыз қызды, кішірек пиязымызды салып, пиязымыздың ішіне томатымызды салып, кішкене қуырып аламыз. Және де үстіне 500 мл қойтын құямыз. Суымыз қайнаған соң үстіне оралған қамырымызды салып пісіріп аламыз. Қайнағанын күтеміз енді суымыздың. Қайнап жатқан суымыздың үстіне, соусымыздың үстіне қамырымызды саламыз. Қамырымызды салдық. Енді сорпамызға кішкене тұз салып жібереміз. Себебі қамырға кішкене тұзы сіңу керек. Енді 1 сағат, 1,5 сағатқа бетін жауып пісіріп аламыз. Орташа отта пісіреміз. Астын пәсетеміз. Тамағымыз пісіп шықты. Мінекей, суы тартылып, әдемі болып пісіп шықты. Енді ыдысымызға саламыз. Ыдысымызға салып алдық. Енді арасын кесіп көрейік. Мінекей, өте сочный болып шыққан тамағымыз. Бұл тағамның ерекшелігі манты қазанда піспейді. Егер де манты қазандарыңыз болмаса, осылай дәл осы рецептпен қазанда пісірсеңіздер болады. Сіздермен болған Қаламқас. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет.
Сіздер де жасап көріңіздер, өте тойымды тағам. Үйіңізде ет жоқ кезде, егер де балалар асқабақпен ханымды ұнатпайтын болса, осы тағамды жасап беруге сіздерге кеңес берем. Менің YouTube арнамда өте керемет, оңай, үйде бар заттардан жасалынатын тағамдардың рецептісі бар. Сол үшін каналыма тіркеліп кетіңіз. Жанындағы қоңыраушаны басып қойыңыз. Себебі менде күнделікті жаңа рецепттер шығады. Баршаңызға қайырлы күн достар. Сіздермен Қаламқас каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен қамыры жабыспайтын, езілмейтін керемет сочный мантының рецептімен бөлісемін. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Каналыма тіркелмеген болсаңыз тіркеліп өтіңіз. Ең алдымен бізге қажетті заттар, яғни қамырына ұн қажет, бір жұмыртқа қажет, тұз және де 200 мл су қажет. Осындай арнайы өлшеуіш құралмен өлшеп алдым. Алдымен ыдысымызға жұмыртқамызды жарып саламыз. Үстіне бір шай қасық тұзымызды саламыз. Және де суымызды құйып, аз-аздан ұнымызды сала отыра қаттылау қамыр илеп аламыз. Қолымыздың көмегімен жақсылап араластырып илейміз қамырымызды. Мінеки осылай орташа тығыздықта қамырымыз дайын болды. Енді пакетке салып 20 минутқа тындырып қоямыз. Яғни июі қану үшін 20 минутта қоямыз. Сол аралықта мантының салмасын дайындаймыз. Яғни салмасы пияз, картоп, ет тартқыштан өткізілген ет қажет. Өткізілген ет және де татымына қарай тұз, қарабұрыш қосамыз. Оны видео барысында көрсетемін. Алдымен пияздарымызды майдалап, осылай ұсақтап турап аламыз. Ірі болғаны бізге кішкене кедергі келтіреді. Сол үшін мантыда майдалау болған дұрыс. Сондықтан видеода көріп тұрғандарыңыздай барлығын осылай төрт бұрыштап ұсақтап турап аламыз. Тураған пияздарымызды тартылған етіміздің үстіне саламыз. Және де картопымызды дәл солай видеода көріп тұрғандарыңыздай төрт бұрышта майдалап көбек қылып турап шығамыз. Картопты қоспай қойсаңыздар да болады. Яғни өз қалауларыңыз бойынша. Мен балалар сүйсініп жейтін болғандықтан картопты қостым. Және де татымына қарай осындай қара бұрыш және де бір шай қасық тұз қосып қолымызбен жақсылап араластырып аламыз. Осылай араластырып аламыз. Араластырып болған соң үстіне ең соңында жарты пиала сұйық май қосамыз. Себебі мантымыздың сочный болуы осы майлылығына байланысты. Егер де сіздерде сұйық май қолданбай, құйрық май қолдансаңыздар да болады. Менде құйрық майды көп қолданбайтын болғандықтан осындай сұйық май қолдандым. Қосып болдық. Енді қамырымызды алып, қайта тағы да бір илеп аламыз. Яғни 5 минутқа тағы да қайта орап салапанға салып қоямыз. Мінеки 5-10 минуттан кейін қамырымызды алып, осылай екі бөлікке бөліп алдық. Яғни екі зуалаға. Менде кішкене орташа көлемде екі зуала шықты. Қолымыздың көмегімен дөңгелектеп дайындап аламыз. Енді бірінші қамырларымызды жайып шығамыз. Яғни оқтаудың көмегімен сағат тілмен айналдыра шет-шетін басып жақсылап қамыр жаямыз. Қамырымыздың қалыңдығы орташа болғандығы дұрыс. Себебі жұқа болса қамыры жыртылып кетеді, қалың болса піспей қалады. Сондықтан орташа қалың көлемде жайып шығамыз. Мінеки осылай қамырымызды жайып шықтық. Қамырларымызды бөліп
Арасына салмасын саламыз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай осылай қарапайым түрде түйіп шығамыз мантыларымызды. Енді салатын ыдысымызды, яғни манты қазанымыз астын майлап аламыз кішкене, асты жабыспау үшін. Осылай түйілген мантыларымызды бетінен сала отырып шығамыз. Осылай барлығын қойып шығамыз. Сосын ең соңында қамырларымыздың беті қатты болмау үшін осылай сұйық майды жағып шығамыз. Енді қайнап тұрған суымыздың ішіне осы мантыларымызды қойып, бетін жауып, 1 сағатқа қойып пісіріп аламыз. Мінекей, мантымыз пісіп шықты, өте керемет болып, асты жабыспай, қамыры езілмей, сол ішіне болып шықты. Сіздерге жасауға кеңес беремін. Дәл осы рецептпен жасап көріңіздер. Бір жасағынан шығатын, ауызда еритін керемет манты болып шықты. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Сіздермен болған Қаламқас. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Жанындағы қоңыраушаны басып қойыңыздар, себебі менде күнделікті керемет жаңа рецепттер шығады. Баршаңызға қайырлы күн достар. Сіздермен Қаламқас, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге кешкі асқа өте тойымды тағам нан салманың рецептімен бөлісемін. Алдымен бізге қажетті заттар, қамырына қажетті заттар, тұз қажет, жұмыртқа, су және де ұн қажет. Салмасына, яғни картоп, үйдегі бар көкөністерден жасасаңыздар болады. Сәбіз, қызанақ, болгар бұрышы және де пияз қажет. Алдымен қамырымызды илеп аламыз. Ыдысымызға мен алдын ала 1 қасық тұзымызды сабалым, үстіне жұмыртқа, суымызды құйып, жақсылап қамыр илейміз. Яғни қамырларыңыздың мөлшеріне қарай құясыздар суды. Яғни мен 2 зуалаға лайықтап құйдым. Осы ингредиенттердің барлық мөлшерін осы видеоның астында описание бөліміне жазып қоямын. Енді ұнымызды суымызға сала отыра қамыр илеп аламыз. Неге қамырымызды илеп алдық. Жақсылап. Енді 10-15 минутқа бетін жауып тындырып қоямыз. Осы иленген ыдыстың астына төңкеруге болады. Енді сол аралықта салмасын дайындаймыз. Барлық көкөністерімізді кез келген формада турауға болады. Яғни мен осылай 4 бұрыштағы барлығын бірдей қылып турап шығарамын. Видео барысында сіздерге етім көрінбей қапты. Яғни бұл тағамға ет қолданылады. Кез келген еттің түрі жарайды. Тауықтың еті болсын, сиырдың еті болсын. Мен жылқының етін қолданып жатырмын. Етімізді турап аламыз, майдалап 4 бұрыштап. Қазанымызға майды құйып қойдық, алдын ала кішкене қызып жатыр. Енді үстіне бірінші пиязымызды салып, жақсылап қызарғанша қуырып аламыз. Кішкене қызара бастағанда үстіне етімізді саламыз. Жақсылап 5 минуттай қуырып аламыз. Мінекей етімізбен пиязымызды жақсылап қуырып алдық. Енді үстіне қалған картоп, сәбіз, қызанақтарымызды салып қуырып аламыз жақсылап. Дәміне қарай өз қалауларыңыз бойынша дәмдеуіштер қосуға болады. Яғни қара бұрыш, укроп. Барлығын осылай жақсылап қуырып алдық. 5 минут. Енді үстіне су құямыз. Суды көп құймаңыздар.
Осы ішіндегі затты кішкене батып тұрса болды. Енді 1 сағатқа бетін жауып, жақсылап қайнатып пісіріп аламыз. Сол аралықта қамырын жақсылап жаямыз. Енді оқтаудың көмегімен жақсылап жайып шығамыз қамырымызды. Қамырымызды жайып болдық. Осылай оқтауға орап аламыз. Сосын лапша тәріздес жалпақтау кесіп аламыз. Кез келген форма жарайды. Енді суды қайнатып алдық. Енді үстіне 2 шай қасық тұз саламыз. Енді қайнап жатқан суымызға қамырларымызды салып пісіріп аламыз. Ал мінекей қамырымызды пісіріп алдық. Енді бетіне салмасын саламыз. Кішкене бетіне майын алып, қамырларымыздың арасына жағамыз, жабысып қалмау үшін. Тамағымыз дайын болып шықты. Мінекей нан салма тамағымыз өте керемет. Кешкі асқа тойымдық тамақ. Жеңіл жасалынады, оңай жасалынады. Яғни ет асуға етіңіз аз болған жағдайда осылай нан салма жасап жеуге болады. Сіздермен болған қаламқас. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Жанымдағы қоңыраушаны бас қойыңыздар, себебі күнделікті жаңа рецепттер шығады. Баршаңызға қайырлы күн оқырмандарым, каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен қаламқас. Бүгін жылқы етінен қуырдақ дайындайтын боламыз. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Каналыма тіркелмеген болсаңыз тіркеліп өтіңіз. Алдымен қуырдағымызға қажетті еттерді өте ұсақтап майдалап турап алдық. Осылай жылқының еті, бүйрегі, жүрегі, бауыры және жылқының іш майы қажет. Енді қосатын картоплымыз, пиязымызды, сәбізімізді турап шығамыз. Алдымен пиязымызды турап аламыз. Тамақта пиязымыз көбірек болғаны өте дәмді болады. Пияздарымызды турап шығамыз. Картоплымызды майдалау қылып, осылай видеода көріп тұрғандарыңыздай тураңыздар, сонда өте әдемі болады. Мен етімді майдалау турадым, сол үшін майдалап тураймыз картопты да. Картоптарымызды турап шығамыз, осылай майдалап. Сәбізімізді майдалап тураймыз. Кез келген формада турауға болады. Қордамызға майды құйдық шамалап. Енді үстіне алдымен майымызды саламыз. Майымызды қызартып қуырып аламыз. Майымыз мінекей қызарып қуырылды. Енді үстіне етімізді саламыз. Етімізді осылай жақсылап қуырып алдық. Өзінің суы шықты мінекей. Енді үстіне жарты қасық тұз саламыз. Себебі бізде ет тұздалмаған болғандықтан қуырып жатқанда саламыз тұзын. Үстіне туралған пияздарымызды саламыз. Тағы да 10-15 минут жақсылап қуырып аламыз. Он 15-20 минут қуырған соң үстіне жүректі, бүйректі саламыз. Он 15-20 минут қуырып алдық бүйрек жүректерімізді. Енді үстіне картоп, пияз, көкөністерін салып, тағы да 10-15 минут қуырып аламыз. Мінекей картопымызды, сәбізімізді салып, тағы да үстіне қуырып аламыз.
Мінекей жақсылап қуырып алдық картофелімізді, көкөністерімізді. Ең соңында ішіне бауырды саламыз. Себебі бауыр бірінші салған кезде, қуырған кезде қатты болып қалады. Сол үшін ең соңында саламыз. Сонымен тағы да қуырып аламыз бауырымызды. 10-15 минут қуырып алдық. Енді қақпағын жауып, 1-1,5 сағатқа баяу отта пісіріп аламыз қуырдағымызды. Тамағымыз дайын болды. Енді ыдысымызға салып, дастарханымызға ұсынамыз. Өте керемет, сочный болып шыққан. Қуырдағымыз дайын болды. Мінекей. Сіздер де жасап көріңіздер. Сіздермен болған Қаламқас. Видеоны соңына дейін көргендерге рахмет. Қуырдақтың етін майда қылып турасаңыздар, өте жылдам піседі. Ал енді дастарханымызға ұсынайық. Бізге ас болсын. Каналыма тіркелмеген болсаңыз тіркеліп өтіңіз. Жанындағы қоңыраушаны басып қойыңыз. Себебі менде өте қарапайым, үй жағдайында дайын болатын керемет тағамдардың рецептері бар. Видеом ұнаса, лайк, комментарий қалдырыңыз. Баршаңызға сәлем, құрметті оқырмандарым. Каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен Қаламқас. Бүгін сіздермен үй кеспесін, яғни кеспе көжені жасайтын боламыз. Ол үшін видеоны соңына дейін көріңіздер. Каналыма тіркеліп өтіңіз. Кеспе көжеге қажетті заттар: қамырына ұн, тұз, су және де жұмыртқа қажет. Сорпасына осылай жылқы етін қолдандым мен. Кез келген еттің түрі жарайды. Және де картоп, пияз, сәбіз және де томат қажет. Алдымен етімізді, картопымызды, пиязымызды майдалап турап аламыз. Мінекей барлығын осылай ұсақтап турап алдық. Енді келесі кезекте қазанымызға азырақ сұйық майымызды құйып, қуырып аламыз. Қызып тұрған майымызға алдымен етімізді салып жақсылап қуырып аламыз. Етімізді қызартып қуырып алдық. Үстіне пиязымызды салып, үстіне қуырып аламыз. Пиязымызды жақсылап қуырып алдық. Енді үстіне қалған картоп, сәбіздерімізді салып, үстіне қуырып аламыз. Үстіне тұзымызды саламыз. Және де томатымызды саламыз. Мен де осылай банкада жабылған, қысқа жабылған салаттан салдым. Тағы да үстіне қуырып жібереміз. Сосын үстіне шамалап су құямыз. Яғни сіздер өздеріңіз қуырып алдық. Енді үстіне суымызды құямыз. Мен салқын су құйдым. Кез келген қайнаған суда құюға болады. Үстіне суымызды құйып алдық. Енді бетін жауып қайнатамыз. Кеспеміздің қамырын жаямыз. Енді дайын болып қапты. Осылай кішкене қолымыздың көмегімен басып жібереміз. Сонда жайылуы оңай болады. Қамырымыз жайып болды. Қатты жұқа қылмаймыз қамырын. Орташа қалыңдықта жасаймыз. Себебі жұқа болса қамырымыз піскен уақытта езіліп кетеді. Сол үшін осындай видеода көріп тұрғандарыңыздай осындай қалыңдықта жайып шығарасыздар. Енді қамырымызды орап, кеспемізді кесеміз.
Қамырларымызды осылай орап алдық. Арасына ұнды көбірек себіңіздер. Қазір кескен уақытта арасы жабыс қалмайды. Осылай енді кесіп шығамыз кеспелерімізді. Кеспелерімізді кесіп алдық. Мінекей осылай. Енді қайнап тұрған сорпамызға кеспемізді салып пісіріп аламыз. Қамырымыз осылай тартылдап қайнап тұру керек. Сонда қамырымыз жабыспай әдемі болып піседі. Енді қамырларымызды салайық. Жиырма 25 минут кішкене пісіріп аламыз. Сосын қайнап болған соң астын өшіріп, бетін жауып қоямыз, қақпағын. Сонда әдемі болып шығады кеспеміз. Енді қайнатып аламыз жақсылап. Дайын болды. Мінекей кеспелері дана-дана өте әдемі болып шыққан. Енді ыдысымызға құйып, дастарханымызға ұсынамыз. Кеспеміз дайын болып шықты. Өте әдемі, керемет болып шыққан. Не дегенмен қолдың кеспесіне жетпейді. Сіздер де осылай жасап көріңіздер. Осылай айранды қатып ішсе өте әдемі болады. Сіздер де отбасыларыңызды қуантып осылай қолдан кеспе жасап беріңіздер. Ал бізге ас болсын. Сіздермен болған Қаламқас. Видеоны соңынан көргендеріңізге рахмет. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер. Баршаңызға қайырлы күн достар. Сіздермен Қаламқас каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте керемет үй жағдайында жасалынатын қолдың жайма қамырынан пельмен тағамын көрсетемін. Ол үшін видеоны соңынан көріңіздер. Каналыма жаңадан келген оқырман болсаңыз, каналыма тіркелуді ұмытпаңыз. Жандағы қоңыраушаны басып қойыңыздар, себебі менде күнделікті керемет жаңа рецептер шығады. Яғни біз пельменнің алдымен қамырын дайындап аламыз. Қамырына қажетті заттар, яғни ұн, бізге су, тұз және де бір жұмыртқа қажет. Алдымен ыдысымызға жұмыртқамызды салып, үстіне суымызды, тұзымызды салып, кішкене араластырып жібереміз, тұзымыз еру үшін. Және де ұнымызды сала отыра жұмсақ қамыр илеп аламыз. Бізге пельменнің қамыр қатты болу қажет емес, орташа тығыздықта болған дұрыс. Осылай қолымыздың көмегімен қамырымызды илеп аламыз. Мінекей осындай орташа тығыздықта қамыр шықты. Енді бұны пакетке салып немесе илеген ыдысымыздың астына 20 минутқа тындыруға қоямыз. Тындыруға 20 минутқа қойған дұрыс, себебі қамырымыз жақсы, өте керемет жайылатын болады. Енді осы аралықта біз пельменнің арасында салмасын дайындайтын боламыз. Салмасына қажетті заттар: ет тартқыштан өткізілген ет қажет, және де пияз, татымына қарай бұрыш, тұз қажет. Алдымен пиязымызды турап аламыз. Мен салмамның мөлшеріне қарай осындай үлкен бір бас пияз жетеді. Егер де сіздерде салмаларыңыз көп болатын болса, онда осы ингредиентті 2 есе көбейтіп немесе кішкене азайтып жасауыңызға болады. Яғни өз қалауларыңыз бойынша жасайсыздар. Менге салмам орташа болғандықтан осындай бір үлкен бас пияз жеткілікті болды. Осылай пиязымызды пышақтың көмегімен майдалап турап шығамыз. Видеода көріп тұрғаныңызда өте майдалап тураймыз, себебі пельменнің ішіне үлкен пияз болғаны қамырымызды жыртып жібереді және де кедергі келтіретін болады. Сондықтан осылай майдалап турап шығамыз. Турап болған пияздарымызды ет тартқыштан өткізілген етіміздің үстіне салып, және де татымына қарай тұз, бұрышымызды салып, қолымызбен жақсылап араластырып аламыз. Мінекей араластырып болдық. Енді келесі кезекте қамырымызды ашып жаятын боламыз. Қамырымызды осылай 2 бөлікке бөліп алдық. Осылай қолымыздың көмегімен домалақтап, зола жасап, бір бөлігін қойып, екінші бөлігін қолымыздың көмегімен кішкене шет-шетін баса отырып, қолымыздан басып шығамыз, себебі бізге жаюға оңай болады. Осылай енді оқтаудың көмегімен жайып шығамыз. Бізге пельменнің қамыры өте жұқа және қалың болмауы тиіс, орташа тығыздықта болу керек. Мінекей осылай оқтауымыздың көмегімен жақсылап қамыр жайып шығамыз.
Қамырымызды жайып болдық. Осылай оқтаудың көмегімен қамырымызды жинап алдық. Енді қамырымызды осы саусағымыздың төртеуіндей қылып шамада сондайда кесіп аламыз. Bir бөлігін кесіп алып, немесе сол бөлінген бір бөлігін келесі қамырлардың бетіне қойып біркелкі шығу үшін осылай жасауға да болады. Яғни мен көз мөлшерімен кішкене осы 4 саусағымның шамасындай қылып кесіп шықтым қамырларымды. Осылай 4 бұрышты болып кішкене көлемде қылып кестім. Енді қамырларымызды осылай жая отырып арасына салмамызды салып шығамыз. Салмаларымызды салып, осылай видеода көріп тұрғандарыңыздай өте қарапайым түрде пельмендерімізді түйіп шығамыз. Барлығын солай түйіп шығамыз. Түйіп болған пельмендерімізді осылай бір ыдысқа салып қоямыз. Яғни суымыз қайнағанша және де пельменімізді толық түйіп шыққанша осылай салып қойғанымыз дұрыс болады. Мен осылай салып қойдым дегендерге осылай барлығын түйеміз. Оған дейін бетіне жағатын подливасын дайындап аламыз. Яғни кішкене табаға май құйып, үстіне пиязбен қызанақты жақсылап қызартып қуырып аламыз. Яғни біздің пельменіміз әдемі көріну үшін және де қамырларымыз бірін-біріне жабыспау үшін осылай подлива қолданған дұрыс. Егер бұны дұрыс ұнатпайтын болсаңыздар, яғни қолдың сарымайын тұшытып та жағуға болады. Мен осылай пиязбен қызанақты қолдандым. Осылай қызарғанша жақсылап қуырып, қызанағымыздың суы шыққанша бетін 5-10 минутқа жауып қоямыз. Мінекей бізде подливамыз дайын. Осылай алдын ала дайындап алдық. Енді келесі кезекте қайнап тұрған қазанымызға тұз саламыз 2 ас қасық. Яғни пельменіміз дәмді болу үшін. Қайнап тұрған суларымызға пельмендерімізді салып, барлығын салып пісіріп аламыз. Яғни 20-25 минут аралықта қақпағын жауып қайнатып пісіреміз. Яғни таза пісу үшін осылай барлығын салып пісіріп аламыз. Мінекей 25 минут өткеннен соң қамырымызды дайындап алдық. Өте керемет, дайын болып шықты тағамыз. Таптырмас кешкі асқа тойымды, дәмді, керемет, күшті тағам. Сіздерге жасауға кеңес берем. Өте керемет. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Сіздермен болған Қаламқас. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Жанындағы қоңыраушаны басып қойыңыздар, себебі менде күнделікті жаңа рецептер шығады. Баршаңызға қайырлы күн достар. Сіздермен Қаламқас. Каналыма қош келдіңіздер. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Керемет таңғы асқа тағам жасаймын. Ол тағамдың аты шакшука дейді, яғни туристский тағам. Ең алдымен бізге қажет заттар 3 жұмыртқа, пияз қажет, 2 қызанақ қажет, тәтті болгар бұрышы қажет, баклажан қажет, и көкшөп укроп қажет болады. Дәміне қарай қара бұрыш, тұз қосамыз. Қуыру үшін бізге 100 мл-дей май қажет. Ең алдымен көкөністерімізді турап аламыз. Осылай барлығын майдалап 4 бұрышта турап шығамыз. Мінекей достар, барлық заттарымызды осылай майдалап турап алдық. Енді қызып тұрған табамызға ең алдымен пиязымызды салып қуырамыз. Қызып тұрған табамызға пиязымызды саламыз. Сосын үстіне баклажанымызды саламыз, жақсылап қуырамыз.
Мінекей жақсылап қуырып алды баклажан мен пиязымызды. Енді үстіне қалған көкөністердің барлығын салып қуырып аламыз. Жақсылап помидордың суы шыққанша қуырамыз. Мінекей жақсылап қызанағымыздың суы шыққанша қуырып алды. Енді үстіне жарты ақ қасық тұз саламыз. Татымына қарай қара бұрыш саламыз және де паприка саламыз. Жақсылап араластырып, үстіне мен 3 жұмыртқа жарып саламын. Сіздер осы рецепті екі есе ұлғайтып көбірек жасай беруіңізге болады. 3 жұмыртқаны үстіне жақсылап салып шығамыз. Енді отымыздың астын орташа қабылымыз. Ал мінекей достар, шақшукамыз дайын болды. Өте керемет шықты. Мен бетін осылай укроппен әсемдеп қойдым. Сіздерге жасауға кеңес берер едім. Таңғы асқа таптырмас керемет тойымды тамақ. Сіздермен Қаламқас. Видеоны соңына дейін көргеніңізге рахмет. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Жанындағы қоңыраушаны басып қойыңыздар. Себебі менде күнделікті жаңа рецепт шығады. Ал көрейік, өте дәмді шыққан шикілі пісіресіздер осылай жұмыртқаны. Мінекей нанды батырып жесеңіздер өте дәмді тағам. Баршаңызға қайырлы күн достар. Сіздермен Қаламқас каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге кешкі асқа керемет тағам, гуляш тағамның рецептімен бөлісемін. Алдымен бізге қажетті заттар: ет, кез келген еттің түрі жарайды. Күріш, сұйық май, картопты қазір қайнатып аламыз, және де ұн қажет. Татымына қарай түрлі дәмдеуіштер қосуға болады. Мен видео барысында сіздерге көрсетемін қандай дәмдеуіштер қолданатынын. Алдымен етімізді, пиязымызды майдалап пышақтың көмегімен турап аламыз. Кез келген формада турауға болады. Мен осылай орташа көлемде 4 бұрышты қылып турап шықтым. Өз қалауларың бойынша турауға болады. Етімізді, пиязымызды осылай майдалап турап алдық. Енді қазанымызға сұйық майымызды құямыз. Қазанымызға сұйық майымызды құйып, кішкене қыздырып жіберіп, етіміз бен пиязымызды жақсылап қуырып аламыз. Құрған майымызға алдымен пиязымызды салып, кішкене қызартып қуырып аламыз. Құрған пиязымыздың үстіне етімізді салып, жақсылап қызартып қуырып аламыз 5-10 минуттай. Табамызға ұнымызды салып, түсі сарғайғанша жақсылап қуырып аламыз. Табамызға ешқандай май құймаймыз. Құр өзін үстіне ұнды салып, қасықтың көмегімен араластыра отыра қуырып аламыз. Ұнымызды дәл осылай қып-қызыл қылып қуырып алдық. Енді бір ыдысқа салып, үстіне кез келген салқын қайнаған су құюға болады. Мен салқын су құйып, қуырылған етіміздің үстіне құямыз. Яғни соусымыз өте дәмді, қою болып шығады.
қуырылған етіміздің үстіне жаңағы ұннан жасалынған соусымызды құйып шықтық. Мінекей осылай шықты. Енді жарты сағатқа қайнатып бұқтырып қоямыз. Етіміз жақсылап жұмсақ болып пісу үшін. Енді күрішімізді пісіреміз. Ыдысымызға кішкене түбіне май құйып, бір жуып алған күрішімізді салып, жақсылап қуырып аламыз. Сонда күріштеріміз бірін-біріне жабыспай әдемі болып піседі. Пюремізге дайындалып жатқан картопымыз қайнап пісіп шықты. Енді сыртын ашып осылай дайындап қойдым. Шанышқының көмегімен езіп шығамыз. Мен кішкене тұз, сүт және де ерітілген сары май қостым. Осылай вилканың көмегімен езіп шығамын. Мінекей гуляш тағамыз дайын болып шықты. Осылай шықты. Етіміз сочный болып шыққан. Соусын көрдіңіздер ме? Өте керемет шыққан. Сіздер де жасап көріңіздер. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Сіздермен болған Қаламқас. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Жанында қоңыраушаны басып қойыңыздар. Себебі менде